білген Абылай абайымда, құдірет берген ана тіл талай ұлға. Қасиетті сол тілдің арқасында, ерікті ел боп алысқа қарайында. Ана тілім күмбірле сарайында. Тағдырым даралама тілден мені, тіл елмен қауыштырар іргемдегі, тіл елмен табыстырар алыстағы, аспандатар жердегі жүрген мені. Тілмен өрлер мерейім өрлесе де, тілсіз бақыттың басынан ел кешер ме? Тілер едім таусылса ақтық демім, жерлеңдер де тілменен жерлесеңде. Ерекше бір сән беріп көшке бүгін, келе жатыр жаңғырып өшкен үнім. Ана тілім рухымды көтереді, самал тербеп тұрғандай текше гүлім. Өмір кешіп басынан ала құйын, жат жерінде күңіреткен дара күйін. Ата мекен аңсаған ана тілін, арманда өткен Мысырда Фарабиім. Көне түсіп көкірекке кетті мұңын, 70 жылды өңгеріп өтті күнім. Ана тілмен жазған ғой Мұса Жалил, түн түрмеде отырып отты жырын. Ана тілсіз тарихта жасалмайды, ана тілсіз іс өрге басалмайды. Жел маяның үстінде желіп жүріп, күңіренбеген тектен-тек асан қайғы. Тілін білген Абылай абайымда, құдірет берген ана тіл талай ұлға. Қасиетті тілімнің арқасында, ерікті ел боп алысқа қарайында. Ана тілім күмбірле сарайымда, бәлкім дарыр жаныңа сенің де өнер, сонда ғана бір жүгім жеңілденер. Қара бұлттар айығып аспанымнан, күңгір тартқан жан дүнием көңілденер. Ана тілмен соңдалар тыныстағым, ана тілді мен дәйім пір ұстадым. Ана тілдің жолында ұғын балам, садақа ой таңпенен күміс тағым. Қайырлы күн мектеп ұстаздары, ата-аналар және де оқушылар. Мектебімізде тіл тұғыры, ұлт тұғыры атты тіл айлығына орай көптеген іс-шаралар, ауқымды жобалар қойылып, мектеп ұстаздары мен оқушылары жоғары деңгейде ұйымдастырған болатын. Сол шаралардың бірегей ретінде қазақ тілінің қолдану аясын кеңейтіп, қадір қасиетін деңгейін көтеру мақсатында ұйымдастырылған тіл ғұмыры, ұлт ғұмыры атты әдеби танымдық музыкалық кешімізге қош келдіңіздер. Рахмет. Шыңғыс Айтматов, халықтың мәңгі ғұмыры оның тілінде, әрбір тіл өз халқы үшін ұлы деген. Сондықтан әр адам өзінің ана тілін қорғай да, құрметтей де білуге міндетті. Тәуелсіздік тірегінің бірі тіл. Тіл халқымыздың қазынасы, сан ғасырлар бойы жүріп өткен жолымыздың шежіресі. Егемендігіміз баянды болсын десек, ұлттық рухымызға өріс тілесек, туған тілімізді көздің қарашығындай сақтауымыз керек. Сахнада 3-ші сынып оқушысы Манас қызы Асылайымның орындауында Шона Смаханұлының сөзіне Әби Ербек Тыналиевтің әніне жазылған «Анамның тілі» әні қабыл алыңыздар. Anamdı
жаны, сәні, адамды мұратқа жетелейтін ана тілі мен ата дәстүрі. Қуан анам ұстазыңнан сүйініп, сәтіңде көп күткен кейде түңіліп, ақ сүтіңмен бойға біткен тіліңді пір тұтамын мен алдыңда иіліп деп, ақындар кестелі сөзбен қазақ тілін көркемдеген. Ендеше сахна төріне Мұқағали Мақатаевтың өлеңдер жинағынан үш бақытым өлеңін оқуға Самат Аяулым Бексұлтанқызын шақырамыз. Мұқағали Мақатаев үш бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбаттырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілім дедім. Кей-кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тіліммен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ келдағы отау менен. Рахмет. Қазақстан тарихына көз жүгіртсек, белгілі шешендер мен билердің сөздері жазылып сақталмағандықтан тек бізге ұзын ырғасы желі жұрнағы ғана жеткен. Ауыздан ауызға көше жүріп сырланып, бүкіл халық қазынасына айналған олар халық даналығын, тіл байлығын көрсетеді. Қуанышыңды өз перзентің бірге ұқты, жақсы күнді қызың тосып ұл күтті. Сонда тілім өрледі деп қуанды, содан бері ширек ғасыр сырғыпты. Ширек ғасыр өтсе уақыт бедері, жүзеге асты кейбір істе келелі. Мына әлемде өзің барсың ана тіл, сен бар жерде ұлтың даман келеді. Сахна төріне 4-ші сынып оқушысы Қобылан Дина Меруерттің орындауында ана тілі әні қабыл алыңыздар. Бүгін біз осы әдеби танымдық музыкалық кешімізде ана тіліміздің құдіреті мен өміршеңдігіне біршама көз жеткізгендей болды. Ана тілін ұлы мұхитқа баласақ, біз соның жағасына келіп, екі алақанымызды қосып тұрып, уыстап іліп ішкендей ғана болдық деп ойлаймын. Оның терегіне бойлап түбіндегі інжу маржанын ерінбей жалықпай, тере біліп, өзімізден кейінгі ұрпаққа жеткізу біздің парызымыз. Енді бір сәт өлең шумақтарына кезек берелік. Алдарыңызда Мағжан Жұмабаевтың қазақ тілі өлеңі. Оқитын 9-шы сынып оқушысы Есенғалиева Жансая.
Күш кеміді, айбынды туқылады. Кеше батыр, бүгін қорқақ бұғады. Ерікке ұмтылған ұшқыр жаны кісенде, қан суынған жүрек солғын соғады. Қыран құсты, қос қанаты қырқылды, күнде күшті күркіреген елтіңді. Асқар Алтай алтын ана есте жоқ, батыр хандар, асқан жандар ұмытылды. Ерлік, елдік, бірлік, қайрат бағардың, жабыс тағдыр жойды бәрін не бардың. Алты күннен бағасыз бір белгі боп, нұрлы жұлдыз бабам тілі сен қалдың. Жарық көрмей жатсаң дозақ кең тілім, таза, терең, өткір күшті кең тілім. Тарап кеткен балаларыңды бауырыңа, ақ қолыңмен тарта аларсың сен тілім. Рахмет. Елеңдеймін дүбірге құлақ тұрып, дүрліктірді даланы бұлақ күліп. Күй қанатын сермеді көктем өзі, домбырасын дамылсыз бұрап тұрып дегеле, Құрманғазының күйі балбырауын орындайтын Айсұлтан 9 сынып оқушысы. Қабыл алыңыздар. Ана тіліміз қазақ тілі қазірде үлкен өріске жол тартты. Дегенмен ана тілі, қазақ тілі деген сөзді қағазға емес, жүрегімізге жазатын уақыт жетті. Олай болса біздің мақсатымыз ана тілімізді қадірлеу, мемлекеттік тіл мәртебесін көтеру. Мұхтар Шахановтың сөзінде жазылған рух пен тіл әні орындайтын 8 сынып оқушылары Болтай Досым мен Өміртай Бекзат. Қабыл алыңыздар.
еңбексі, намысы, тыныс тіршілігінің көзі, ата заңмен қорғалатын еркіндігінің үні, оны құрметтеп қорғау, келешек ұрпаққа жеткізу Қазақстанның бақытты да парасатты, білімді де еңбекқор ұл қыздары бізге ғасырлар бойы ата-бабаларымыздан жеткен аманат. Осымен тіл ғұмыры, ұлт ғұмыры, әдеби танымдық музыкалық кешіміз өз мәресіне жетті. Ана тіліміз қазақ тілі ғұмырлы болып, аспанымыз ашық, заманымыз тыныш, тіл мәртебесі биік болсын. Уақыттарыңыз бөліп келгендеріңізге рахмет.